достар, қалдарыңыз қалай? Көптен видео түсірмедім. Осы видеода сіздерге біз Дубайға қалай барғанымыз жайында айтып беретін боламын. Негізі Дубайға біз барамыз деп ойлаған жоқпыз. Қаңтар айында ойда жоқта Алла қалап Дубайға бардық. Дубай қаласына келгеннен кейін біздің саяхатымыз әрі қарай жалғасты. Абу-Даби қаласына бара жатырмыз. Абу-Дабиға келуіміздің себебі біз Блэкпинктің концертіне келдік. Абу-Дабиге келе салысымен біз дүкенге қарай жол тарттық. Бұл дүкенді негізі көп туристер білетін шығар, бірақ мен асына қазір соны да жазып кететін боламын. Біз туған достарымызға, дос-жарандарымызға сыйлық алуға келдік. Бұл жердегі бағалар өте қолжетімді екен. Егер де сіздер Абу-Дабиде немесе Дубайда болып жатсаңыздар, осы дүкенге келуді кеңес беремін. Күндеген енді күшті болып тұр. Сосын Абу-Дабида мынандай счетчиктер болады. Көріне ме, көрінбей ме білмеймін. Осындай счетчиктер арқылы есептеледі. Қазір мына жерде 18 дирхамға болды. Мынау менің бүгінгі образым. Шортик киім келген, но бірақ шорты дан тоңатын болдым. Сондықтан осындай болдым.
Ucuk konuştunuz ya. Bu işte bir almayı tamam hemen. Bırakın siz settiler. Benim de salyotlu kutum oturmaz. Çıkarı salyotlu oynayalım. Thank you. Stoçnaga keldik. Slavos. छोड़ दो आ जाओ तुम आ जाओ इस साइड आगे आ जाओ खुद ही आ जाओ दीतू आ जाए तो كنت بعيد عن الفندق. Ben tamam şey dedim.